Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге қайнатпа сорпа дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай сүйекті етімізді қазанға салып, үстіне су құямыз да көбігі шыққанша қайнатамыз. Көбігі шыққаннан кейін көбігін тазалап алып, астын баяу отқа қойып тағы да қайнатуды жалғастырамыз. Көбігін алып болған соң ожаумен сорпамызды осылай сапырып жібереміз. Сонда сорпамыздың дәмі ерекше болады, сорпамызға дәм кіреді. Көбігін алып болған соң дәміне қарай тұз, бұрыш салып қайнатуды жалғастырамыз. Маған қайнатпа сорпаға ноқат қосқан ұнайды. Етіміз жақсылап қайнап, көбік алынғаннан соң ноқатты салып жібереміз де баяу отта сорпамызды қайната береміз, еті піскенше. Ноқатымыз бен етіміз піскеннен соң слой картопты, сәбізді, болгарскийді, пиязды салып, ірі етіп турап саламын да жақсылап тағы да жай отта қайнатып аламын. Картоп піскенше 10-15 минуттай қайнаса, сорпамыз дайын болады. Міне қыздар, бізде осымен тамағымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.